Потосека 1830 жылы Анголада дүниеге келген және айтуларға қарағанда өте күшті және бойы 2 метр 10 сантиметр болған. Жасөспірім шағында Потосека бразилиялық жер иеленуші Жоаким Хосе де Оливейраға сатылып, есімі Хосо Флоренсио болып өзгертілді. Алайда иесі оны басқа құлдар секілді физикалық жұмыстар үшін емес, ұрпақ көбейту үшін пайдаланған. Біз құлдықтың қорқынышты жақтарын айтқанда көбінесе Еуропа мен Америка құрама штаттарын еске аламыз. Алайда 350 жыл бойы құлдық Бразилияның экономикасының негізі болды. Ол кезде бұл мемлекет Португалияның колониясы еді және құлдарды Америкаға сатумен айналысқан. Америкаға сатылған африкалық құлдардың шамамен 40% Бразилиядан жеткізілген. Тіпті 1825 жылы Бразилия тәуелсіздігін мойындағаннан кейін де құлдықты ешкім жоюға тырыспады. 1850 жылы Бразилия үкіметі халықаралық құл саудасын тоқтатқанымен, елде қара жұмыс күші әлі де жоғарғы сұраныста болды. Егер құлдықтағы әйелдер жүкті болып, қартайған немесе өліп жатқан құлдарды ауыстыратын ұрпақ дүниеге алып келмесе, Бразилия тіпті барлық құл экономикасы құлауға шақ тұрған болатын. Құлдар санын сақтау және көбейту үшін құл иелері құлдарды көбейту жүйесін құрды. Бұл бір тоқтамас цикл секілді болатын. Құлдыққа түскен афроамерикандықтарды мәжбүрлі түрде қосатын, ал олардың балалары автоматты түрде құл болып туылатын. Осы мақсатта ең күшті, шыдамды, белсенді еркектердің тайпасын құрып, оларды үй жануарлары сияқты асыраған. Солардың ішіндегі ең танымал құл бұл Потосека. Өте күшті, бұлшықеті дамыған және бойы 2 метрден асқан Потосеканы Жоаким Хосе Оливейра, өте күшті, бұлшықеттері дамыған және бойы 2 метрден асқан Потосеканы Жоахим Хосе де Оливейра қожайыны ұрпақ көбейту үшін сәтті пайдаланып, ақшаның астында қалған. Потосеканың құлдықтағы өмірі өте ерекше болды. Оның денсаулығы аптасына бір рет мұқият тексерілетін. Қожайыны өзі жейтін пайдалы тағамдармен тамақтандыратын. Потосека тіпті білім алып, иесіне құжаттармен көмектескен. Алайда уақыт өте келе оны арнайы таңдалған, денсаулығы мықты қара құл әйелдермен кездестіріп, қосылуға мәжбүрлеген. Потосеканың неше әйелмен бірге болғаны және қаншалықты жиі кездескені тарихта белгісіз. Бірақ тарихшылардың есебімен ол 249 баланың әкесі атанған. Әрине, бұл балалар туыла салып құл болған. Бұл санды тарихшылар тіркелген құжаттар бойынша санаған. Шын мәнінде тіркелмеген балалармен бұл сан әлде қайда көп болуы мүмкін. Балалардың көпшілігін Жоахим өзге жер иелеріне сату арқылы пайда табатын. Ал қалғандарын олар есейгенде өз плантациясында жұмыс істеуге мәжбүр етті. Потосеканың туыстарының айтуынша ол бірнеше ондаған құл әйелдермен кем дегенде 200-ден аса баланың әкесі болған. Бұл оның Сан-Карлос қаласының 20 ғасырда өмір сүрген қара нәсілді халқының шамамен 30%-ның тікелей ата-бабасы болып табылады. Потосека тек 1888 жылы Бразилияда құлдық жойылғаннан кейін ғана бостандыққа қол жеткізді. Сека қожайынына жақсы қызмет көрсеткені үшін, оның ішінде көп ұрпақ бергені үшін оған ерекше артықшылықтар берілді. Ал құлдық жойылғаннан кейін Жоахим Хосе Оливейра Потосекаға тегін үй мен жер сыйлады. Ол кезде Оливейра Бразилиядағы ең бай адамдардың біріне айналған болатын. Иесі сыйлаған жерде Потосека өзінің отбасына жаңа өмір құруға бар күшін салды. Ол бұрын құл болған Пальмира атты әйелмен үйленіп, некеде 9 баланың әкесі атанған. Фермер ретінде Потосека өз фермасын басқарды және өңделмеген қанттардан жасалған дәстүрлі бразилиялық тәтті рападураны өндірумен және сатумен айналысты. Потосеканың табысы аса жоғары болмағанымен, оның көпбалалы отбасын асырауға жеткілікті болды. Ол тапқан ақшасын отбасының әл-ауқаты үшін жұмсап, жарқын болашақ туралы армандарын жүзеге асырды. Ал қазір сен осы видеоны көріп болған соң, осындай тигр досыңа осы видеоны жібер.